Особое внимание нужно уделить детям. Их благополучие – надежная гарантия успешного будущего нашего государства. Поэтому считаю, что следующий год следует объявить годом детей. Речь идет не о лозунгах и праздничных мероприятиях, но прежде всего о конкретных мерах со стороны властных органов в области здравоохранения, образования, социального обеспечения с целью защиты детства. Гармоничное развитие и счастливое детство подрастающего поколения – это наша общенациональная задача. Качественное дошкольное образование – это закладывание фундамента для воспитания и обучения будущего поколения. В Астраханском районе функционирует 27 дошкольных организаций, из которых 7 детских садов и 20 мини-центров. Их посещает порядка 900 детей. Воспитатели и педагоги применяют различные новые методики и технологии для развития речи, для развития мелкой моторики рук. Воспитанники детских садов являются активными участниками и призерами районных, областных и республиканских мероприятий. Елімізде енді ғана дамып келе жатқан инновациялық саланың бірі робототехника. Адамның қолы жетпеген жерге ойы жетеді. Мұның дәлелі бүгінгі заманауи роботтар. Адамзат баласы өзінің қолынан келмейтін көп шаруаны осы құрылғылар арқылы игеріп жатқаны көңіл қуантады. Бүгінгі заман робототехниканың қарыштап дамыған кезеңі. Қазірде бұл экономиканы ілгерілетуші салаға да айналған. Өйткені барлық салада жаңаша көзқарас қалыптасып, тиімді технология қолданысқа еніп отыр. Осы орайда Астрахань ауданы білім бөліміне қарасты 4 білімі ошағында робототехника курстары ұйымдастырылған. В школах Астраханского района созданы условия для внедрения инклюзивного образования, в рамках которого характер и темп обучения подстраиваются под нужды детей с особыми образовательными потребностями. Действуют кабинеты коррекции, кабинет инклюзивного образования. 100% педагогического состава прошли курсовую переподготовку по инклюзивному образованию. В общеобразовательных школах Астраханского района функционируют специализированные кабинеты, в которых учащиеся имеют возможность заниматься точными науками. Учащиеся делают первые шаги в научно-исследовательской деятельности и занимают призовые места на районном, областном и республиканском уровнях. Астрахань ауданы білім бөліміне қарасты білім беру мекемелерінде жүргізілетін көптеген тәрбие жұмыстарының бір саласы өскелең жас ұрпақты халқымыздың ұлттық қолөнеріне баулуға бағытталған. Өнерге бейімділіктің алғашқы қадамы баланың өскен ұясынан бастау алып, білім беру мекемелеріндегі оқу тәрбие жұмыстары барысында ілгері дамытылып, байытылады.
ауданымызда этномәдени білім беру бағытында отбасылық клубтар жұмыс жүргізеді. Этномәдени білім беру дегеніміз жастарға шығармашылығын дамытатын мүмкіндіктер, ұлтымыздың бай мәдениеті, ұлттық болмысы, тарихы, тілі, ұлттық құндылықтары туралы білім беріп, жан-жақты, отан сүйетін адамгершілігі мол, рухы биік, жаһандық өркениеттің халықтарына төзімді жеке тұлғаны тәрбиелеу. Олай болса, бүгінгі ұрпағымызды халқымыздың баға жетпес бай салт дәстүрі негізінде тәрбиелеу, оларға ата-бабаларымыздың салт дәстүрлерін терең сіңіру қажет. Халық батыры Бауыржан Момышұлы айтқандай, өткенін білмеген, одан тәлім тәрбие ғибрат алмаған халықтың ұрпағы тұл, келешегі тұрлаусыз. Бұл жерде елін қорғап терлеген, батырлар бұл жерде намыс қолдан бермеген, жерін қорғап қазақ жауға қылыш сермеген. Қазақстаным, Қазақстаным, ал қазір мақтаныш бізге қазақ даласы, байлығы молдағы бар жау жүрек баласы, арманға бастаған құрылған көп қаласы. Қазақстаным, Қазақстаным, Қазақстан, самға Қазақстан, Қазақстан, жазда Қазақстан, Қазақстан, байлығым менің, тәуелсіз елім ала. Қазақстан, Қазақстан, самға Қазақстан, Қазақстан,
Сегодня в нашем районе прошел замечательный праздник, посвященный Дню детей. Мы сегодня на сцене видели молодость, силу, энергию. Мы увидели сегодня наше будущее. Сюда были приглашены лучшие из лучших детей Астраханского района, которые составляют костяк наших прославленных детей. Мы сегодня видели все. Видели артистов замечательных, лауреатов видели спортсменов великолепных, которые защищают честь нашей не только честь нашего села, нашего района, а честь нашей республики, которые являются многократными чемпионами Азии, чемпионами в своих весовых категориях. Сегодня прошел праздник великолепный. Я желаю всем нашим молодым ребятам, нашей молодости, не избавлять обороты, которые они сегодня взяли, и в робототехнике, и в спорте, и в песне, чтобы мы были всегда первые. Удачи всем нам! Биылғы 2022 жыл президентіміздің жарлығы бойынша балалар жылы болып жарияланған болатын. Соған байланысты бүгін Астрахан ауданында балалар жылының салтанатты ашылу рәсімі болып өтті. Астрахан ауданы бойынша балаларымыздың толықтай заманауи түрде білім алуына жағдай жасалынған. Биылғы жыл бойынша біздің көптеген балаларымыздың жетістіктері туралы, мектепке дейінгі білім ұйымдарындағы өтетін барлық заманауи тұрғыдағы жаңа технология бойынша өтетін жақсы жұмыстар бүгін салтанатты рәсімімізде көрсетілді. Сондықтан балаларымыз бақытты болсын. Бүгін Астрахан ауданында үлкен іс-шара өтіп жатыр. Биылғы жыл балалар жылы. Сондықтан бүгін сахнамызда біздің дарынды балаларымыз, спортшыларымыз, осы Астрахан аудан беделін жоғары көтерген балаларымыз сахнаға шығып өз өнерлерін көрсетті. Гүлсім Тантайна мен осы аудандық әдістемелік бөлімінің әдіскерлеріне үлкен алғысымды білдіремін. Бүгінгі шара үлкен деңгейде өтті. Өз алғысымды білдіремін. Меня сегодня переполняло чувство гордости, счастья, радости за наших детей, за детей нашего Казахстана. Поэтому мне хочется сказать, пусть все будет так, как есть, пусть будет лучше, чем есть. И я надеюсь, что мы, взрослые, приложим к этому все самые свои большие усилия. Спасибо за такой шикарный праздник, за атмосферу радости и счастливого детства.